Тоғжан Рахова 2007 жылдан бері Шығыс операторлық қызметтер көрсету басқармасында мұнай айдау станциясының операторы болып еңбек етеді. Осы жылдар ішінде ол өзіне жүктелген функционалдық міндеттерін ерлерден асыра орындамаса, кемшін кеткен емес. Мұнай айдау станциясының операторы мамандығы ерлерге тән қызмет дегенге де келіспейді. Бұл мамандық ерлердің жұмысы дегенге мен келіспеймін. Жалпы мамандықтар ерлердікі, әйелдікі деп бөлінбеу керек. Бастысы өзінің мамандығыңды жақсы көрсең, барқытты жеңесің. Станцияның операторы болып еңбек ету өз қалауым, және оған еш өкінбеймін. Қайта қуаныштымын. Әрине, 3 баланың анасы болған соң вақтымен еңбек етудің өз қиындықтары бар. Дегенмен отбасым болған түсіністікпен қарайды. Және әрқашан мені қолдап отырады. Тоғжанның тұрғылықты жері Қарағандының Атасу кенті. Күйеуі Марғұлан Әлтаев болса, жергілікті станцияда диспетчер. Өзі шалғайдағы 9-шы мұнай айдау станциясында вақталық әдіс бойынша жұмыс істейді. Отанасы үшін бұл жұмыс тәртібі тұрмыста ыңғайсыздық тудырғанмен, отбасы мүшелері түсіністікпен қарайды. Әрбір вақтадан сағынышпен күтіп алады. Әсіресе үйдегі 3 баласының әр қылығы қымбат. Сондықтан ерекелерін алақандай аялайды. Сол үшін оларға көбіне тәтті тағам жасаймын. Балаларым өзі не қалайды, соны пісіріп беруге тырысамын көбіне. Тәтті тағамдар дайындауды жаны сүйетін Тоғжан өз рецептерімен әлеуметтік желіде де жиі бөлісіп тұрады. Оның пісірген тәттілері шаңырағындағы шаттықтың кілті тәрізді. Тәттілерімді балаларым тамсана жесе болды. Одан асқан бақыт бар ма дейді ол. Мен маманы жұмыстан келгенше сағындым. Мен оның тағамдарын сүйіп жүрмін. Оның тағамдары өте дәмді. Сыйлы әріптес, сүйікті ана, келісті келін Тоғжан Рахова таңдаған мамандығы үшін еш өкінген емес. Қайта оның қыр-сырын меңгеруге қашанда құлшыныс танытады. Алар белестерде алда. Бейбіт Бөжен, арнайы корпоративті телеарна үшін.